Армысыздар, құрметті біздің көрермендер, оқырмандар. Ел сана YouTube арнасының сұхбат алаңында бүгін қош келдіңіздер. Біздің қонағымыз белгілі қазақ философы деуге болады, философия ғылымдарының кандидаты, белгілі ғалым Қанағат Мұратбекұлы Жүкешев мырза. Қанағат ағамызға бүгін мынау тілге қатысты өзінің еңбегіне сәйкес айтып жүрген тұжырымдарына, пікірлеріне сай сұрақтар қойып, соның жауабын алғымыз келеді. Себебі Қанағат ағамыз соңғы жылдары, кемінде 20 жыл мен өзім білетін уақытым тіл бойынша, оның тіл философиясы деген үлкен еңбегі бар. Әсіресе тілдің қазіргі мәселесін әлеуметтік лингвистика саласынан өте қаузап, өзінің біраз пікірлерін, ұсыныстарын айтып келе жатқанына біраз болды. Оны қаншалықты қабылданып жатқаны, қабылданбай жатқаны өз алдына бөлек мәселе. Сонымен Қанағат аға, қош келдіңіз. Сізбен бір осы сауал төңірегінде, осы сала жөнінде Қазақстанның, қазақ халқының өміріндегі қазіргі даму деңгейіндегі бір мәселе болып отқан тілдің мәселесі жөнінде осы сізден пікір алсақ, өзіңіздің кейбір мәселе бойынша уәжіңізді айтсаңыз. Жалпы сіз сирек бересіз бұлай сұхбатты, бірақ мақалаларыңыз көрнекті жерде жүреді, таралып жатыр, оқылып жатыр. Аса күрделі, терең ойды айтқаныңызға қарамастан, өте жақсы қабылданып жатыр. Және былай айтқанда тың, мынау қасаң емес жағынан келгенде ойыңыз өте мына мәселені ашуға, тереңдеуге, бойлауға таптамайтын құрал болып отыр қазіргі қоғамға. Қазақ әлі аграрлы қоғамда өмір сүріп отыр. Ал Қазақстан болса индустриалды қоғамға өтіп кетті. Осы екі нәрсе қатар жүру керек еді депсіз. Демек, сіздің тұжырымыңызда ұлт пен елдің арасындағы даму деңгейі әртүрлі. Сол себептен қазақ халқы қазіргі ауыр халді бастан кешіп жатыр дегенге сайып отыр пікіріңіз. Осыдан бастасақ әңгімені. Жақсы, рахмет. Соңғы жылдары, соңғы кездерде тіл мәселелеріне қатысты белсенділік көрсетіп жатқан біздің зиялы қауым, соның ішінде тіл жанашырлары өте көп. Олар әртүрлі пікірлер айтып жатыр. Бұл өте заңды. Пікір көп болу керек. Сондықтан пікір алмасулар, пікір таластырулар болып жату керек. Біреудің кез келген адам осы керемет кең ауқымды құбылысты бастан аяғына дейін тәптіштеп, мінекей солай деп айтып беріп, ешкімге бір-екі ауыз сөзбен түсіндіріп бере алмайды. Біз талқылауымыз керек. Талқы деген өте қажетті нәрсе. Осы талқылауға қатысып, осындай ұйымдастырып деген сияқты осы істердің басы-қасында өздеріңіз жүріп жатырсыздар. Оған мен ризашылық білдіремін. Соңғы кездерде бір топтар құрып деген сияқты әртүрлі аттарменен осы тілдің жанашырлары, соның ішінде өздеріңіз сияқты мамандар соған қатысып жатқан ол өте құптарлық нәрсе. Ал менің айтып жүрген ойларым былай жалпылама, содан кейін тұтастай кішкене қарастыру жағдайларын өте көбірек көңіл бөлемін. Өйткені біз қазір мына сөз олай жазылады, мына сөз былай жазылады дегеннен гөрі, бізде қазір осы қандай тенденциялар қалыптасып отыр. Және ол қалай, қашан, қалай пайда болған, неден басталған деген сияқты мәселелерге көңіл аудармасақ, біз дәл қазіргі тілдің жағдайын толық оның суретін көз алдыға келтіре алмаймыз. Тіл қоғамның бір элементі. Сондықтан қоғам қалай кетіп бара жатса,
тіл сонымен бірге, қоғам деген бір тұтас әлем, дүние, ал тіл соның ішіндегі бір элементі деген сияқты ғой. Ал енді осыдан тұрғыдан алып қарағанда, менің айтып жүргендерім біздің қазіргі қоғамның даму жағдайларына байланысты тілдің күйін жалпы тұтас мынау әлемдегі процестерменен солардың контекстінде қарастырғанымыз жөн болады деп ойлаймын. Қазір әлем өркениет бөлініп түсіп отыр. Мынау өркениеттердің омырылуы деп мен енді авторлық аударма, ал цивилизационный разлом екіге бөлініп түсіп, батыс шығыс болып деген сияқты, демократиялық авторитарлық деген сияқты болып жаңағы. Ал сол сияқты біздің Қазақстанның ішінде де осы өркениеттер, қазақ өркениеті, соның ішінде біз Қазақстан қоғамында осындай жіктерге бөлініп отырмыз. Біз қандай жіктерге бөлініп отырмыз? Біз мысалы шаруашылық, экономикалық жағынан индустриялы және аграрлы геосекторларға бөлініп отырмыз. Ал соның ішінде біз тіл жағынан бөлініп отырмыз. Орыс тілділер, қазақ тілділер деген сияқты. Демек, бізде рухани екідайлық бар қоғамымызда. Оның барлығын біз айтпай қоймаймыз, оның барлығын есепке ала отырып, соны ескере отырып біз әрекет жасауымыз керек. Солардың барлығын күйттей отырып, жан-жақты бажайлап қарауымыз керек. Сонда біздің рухани өмірде де осындай екіге жіктелушілік бар. Ол мына тілдерге байланысты. Орыс тілінің контенті бөлек, қазақ тілінің контенті бөлек. Демек, орыс тілінде түсіп жатқан ақпараттың мазмұны менен қазақ тілінің тілінде түсіп жатқан ақпараттың мазмұнында, берілген білімнің мазмұнында, бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарында айырмашылықтар бар. Осыдан келіп бізде осындай айырмашылықтар болып тұрады да, осы айырмашылықтардың салдары бізде кейде біздің түрлі сегменттерде құрайтын топтардың арасында түсініспеушіліктер, қайшылықтар болып жатады. Мінекей бұл тұрғыдан алып қарағанда қазақ тіліне қатысты не айтуға болады? Бұл біздің қазақтардың индустриялы қоғамға кірікпей жатыр. Өйткені осы уақытқа шейін мына тәуелсіздік алғанға дейінгі кезеңде жалпы кеңес одағының тұсында болғанда қазақ халқына ғана емес, бүкіл осы орыс емес халықтардың барлығына қатысты қалаға оларды жолатпау деген сияқты, өндіріске кіріктірмеу деген сияқты, аграрлық резервацияда болдық қой қысқасы. Сол жерде шикізатты дайындайтын контингент ретінде ұстау деген сияқты мұның жағдайлар болды. Мінекей осының салдары бізге неге әкеліп отыр? Ақырға айналдырып келгенде бізге осы рухани салаға тура әсер етіп отыр. Менің түсінуімше, сіз тілдің мәселесін әлеуметтік лингвистика саласынан тереңірек қарап отырсыз. Жалпы әлеуметтік лингвистика деген ғылымның өзі біздің Қазақстанда дами қоймағанына мен көзім жетіп отыр. Ертеректе Марат Хасанов деген ағамыз болған. Қазір бар ма жоқ па? Сол кісі біраз енді дөрекілеп айтқанда қақсап жүрді. Осыдан біз мәселені шешкіміз келсе осы жағынан қарайық деп. Онымен қалды. Қазір осы әлеуметтік ғылым саласын енді көбірек сіз ден қойып айтып жүрсіз, мақалаңызда жазып жүрсіз. Қысқасы, әр қауымға сәйкес өзінің тілінің деңгейі болып тұр ғой, тілінің мазмұны, сипаты болып тұр ғой. Яғни біз ауылдан кеше шықтық, әлі қалалық бола қойған жоқпыз. Ішінара жаңағы қаладағы орыс тілденген қазақтарымызды есептемегенде. Соған сәйкес біздің тілдің де даму сатысы да сол деңгейде қалып отыр дегенді айтып отырсыз ғой. Ал енді мынау тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында мемлекет мына ауылдарды жойып, оның жерлерін бөліп, меншіктерге беріп тастап, осындай жекешелендіру кезеңінде толып жатқан әртүрлі ойқастаулар болды. Соның ішіндегі ең жанға бататыны мына жекешелендірудің әділетсіздігі және оның белгілі бір деңгейде жергілікті тұрғындарға, қазақ халқына
сондай тиімсіз жағдайда өткізілуі. Мысалы, колхоздар мен совхоздарды таратып, оның жекеменшікке айналдырған кезде олардың мүлкін 51%-ін сол жергілікті бастық алады, ал қалған 49%-і бүкіл халыққа соларды бөліп береді деген қалған болды. құтқан. Ал мұның ар жағынан мен нені көріп отырмын? Мұның ар жағынан мен жергілікті сол бастықты өзіне тартып алу, билікке, мінекей мен жағдайды мінекей түгелдей жасап бердім, ал енді мына кедейленіп қалған быт-шыт болып кеткен халықты осыларға тәртіпті басқарып, осыны түгелдей жоғарғы жақтан билік не айтса сол бойынша ұстап отыруға міндеттеу, осыны айналдырып келгенде халықты кедейлендіру. Ал бізде халықты ол кезде ол мынау дамытайық, индустрияға жеткізейік, немесе тауар өндірісіне тартайық деген ол болған жоқ. Кедейлендіріп ұстау. Өйткені кедейлік болған жерде демократия болмайды. Демократия кедей халыққа жұғыспайды деп біздің анау бұрынғы ел болса деп аталып кеткен адамның өзі талай айтқан осы жерде. Сонда осы айналдырып келгенде сол билікке тиімді етіп, осы халықты ұстап тұрудың амалы ретінде осылай жүргізілді. Осының нәтижесі ретінде, сөзіңізді бөліп жіберсем, осының нәтижесі ретінде анау Аманкелді Айталы ағамыз марқұм айтып еді, қазақ тілі кедейдің тілі болып, орыс тілі байлардың тілі болып отыр деп. Осы жерден шығып тұр, одан басталып отыр, көрдіңіз бе? Ал біз енді қазақ тілі деп оның анау грамматикасы мен сөздерді, сөздіктерін айтып жатырмыз ғой. Иә. Жалпы осы тілдің өзінің мына ареалы, сонау қоғам, соның ішіндегі мынау әлеуметтік секторларда соларда қалай болып, қалай дамып жатыр, осыны тереңірек қозғап, осыларға тереңірек зерттесек, біз осы қазіргі жағдайдағы тілдің мынау пұшайман болып отырған жағдайының тереңірек соны түсіне аламыз деп ойлаймын. Мына қазақ халқы бүгінде тарихпен күн көріп жатыр деген пікірге қалай қарайсыз? Содан ләззат табады, рухтанады, қуат алады, мақтанады, арқаланады. Қазақ халқы бүгінгі заманды меңгеруде кембағалдық күй кешіп жатыр десек не дейсіз? Осы жаңағы тілмен де бәрімен де байланысты нәрсе ме? Табиғи нәрсе ғой. Кез келген адам қайткенде ол тіпті білімсіз болсын, қарапайым адам болсын, шопан болсын, немесе жұмысшы болсын, отан деген сөз оның жүрегінде бәрінде бар. Содан кейін елім деген сөз оның жүрегінде бәрінде бар. Соған байланысты ол тарих дегенде енді ол соншалықты керемет біліп кетпесе де, құлағын түріп апырмай бізде солай болған ба, бұлай болған ба деген сияқты соны айтып отырған адамдарға сұрақ беріп деген сияқты сондай жағдайларға түсіреді. Ал мен өзім қазір осы тарих дегенде біздің халқымыз осы тарихтың ішінен бір жұбататын, өзін жұбататын күйлерді, жағдайларды, соның ішінен бір өзінің көңіліне жай таптыратын, көңіліне медеу тұтатын элементтерді іздейтін сияқты. Одан барып ол тарихтан ой біздің жеріміз кең болған деген сияқты, батырларымыз көсем болған, билеріміз шешен болған, дәстүрлеріміз керемет болған деген сөздерді осылар айтады. Яғни кешегімен күн көру. Халықтың санасына осы сіңіріп алып осыларды айта береді. Түптеп келгенде ол енді бір жағынан патриоттық сезімнің көрінісі, екінші жағынан көзді ашып тұрып тарихқа реалды көзқараспенен қарайтын болсақ, біз бұл жерден көптеген тарихтан толып жатқан керемет проблемаларды көреміз, және сол араласуды қажет ететін, соны ойландыратын, соны қайтадан құратын, қазіргі кезде ескеруге алуға тиісті осындай элементтерді, осындай бағыттарды көруімізге болады. Сондықтан осы
тарихқа ғана емес, тарихқа көзқарас, мәдениетке, жалпы қоғамдық ойға, философияға көзқарастарменен қоса осыларды біз бажайлап байыптап қараған кездерде бізде көп нәрсе ескерілмей, сол айналдырып келгенде бір сол мұңлы оқиғаларға бой алдырып, балбырап, мұңайып деген сияқты, апырмай не боламыз деген сөзді қайта қайта соны қойып деген сияқты сондай жағдайға тап болып отырғанын көруге болады. Бұл да Ояңыз жаңа сіз айтқан аграрлық ойлау жүйесінің екен. сипаты емес пе екен? Индустриалды ойлау жүйесінен гөрі, индустриалды ойлау жүйесі болса, ол сараптауға көбірек машығар еді. Ол сол болмай отыр ғой енді. Біз оян қазақ деп аттандағалы бір ғасырдан асты, иә? Иә. Оянған жоқ. Аха. Өйткені жаңағы тарихқа, сосын білімге, мына қоғамдық ойды өрістетуге, сосын бақыны материалдарына алып қарайтын болсақ, бізде оятатын фактор жетіспейді. Бізде сол өткенді айтып, мұңайып зарлап отырып көбірек басым. Ал сондықтан тағы да айналдырып ел боламыз ба деген сұрақ ылғи алға қарай шығып отырады. Сол сұрақ күнделік қалып отыр. Демек, Ой-гойға айналады. ойды өзгерту керек. Ойды өзгерткеннен кейін сөз өзгеру керек. Сөз өзгергеннен кейін ой өзгереді. Ой өзгергеннен кейін әрекет өзгереді. Сонда осылардың барлығы өзіңіз де бір айтып отырған кез, біз осының барлығын айтып бермей әрекет қайда деп. Жасампаздық. Иә, жаңағы индустриялық дегенге қатысты ғой, индустриялық қоғамға, оған қарай өту, сол туралы ойлау, соның жолдарын көрсету деген, ол менің мына жерде мына кітапта бар. Бұл жерде не деген философиясын айтып отырсыз ғой. Тілдің функциялық классификация деген. Иә. 3-те 4 деген пунктте бар. Сол жерде мінекей біз бұл жерде не айтылады? Бұл жерде мен мынандай ой айттым, қысқаша бір-екі ауыз сөзбен ғана айта кетейін. Бізде қазақты көгертемін, оны индустрияға тартамын десем, ең алдыменен қазақтың тұрған ауылдарына жақын жердегі моноқалаларда тамақ және жеңіл кәсіпорындарын, қарапайым индустрияны өндіріс дейсіз ғой, қарапайым өндіріс. Сол жерде айналасында шикізаттың бар сол жерде. Ет сол жерде, жүн сол жерде, тері сол жерде, жұмыртқа, бал, тағысын басқалар. Ал осылардан сол қазақтың ауылдарына жақын жерге жаңағындай кәсіпорындар салынса, соларды өңдейтін, мына кеңес одағы кезінде көп болған ондай енді. Болды, иә. Соған мына ауыл қазақтарын соған тарту біріншіден. Екіншіден, ауыл қазақтардың жағдайы жаңа қолындағы барларын өткізіп, олардың жағдайды жақсарып деген сөз. Содан барып, ары қарай шынжырлық реакция болып, ол басқа өндірістің салаларында қозғай бастады. Ең бастысы осының тілге қатысты жағы мені қатты ойлайтын жағы. Осы жағын ашсаңыз. Бірақ осы жеңіл және тамақ өнеркәсібіне істеп, сол өнеркәсіпте қазақ тілді енгізер еді. Өйткені қазақ тілі сол аяларда ары қарай жүріп еніп кетуге мүмкіндігі бар. Қазақ тілі өндіріске кіреді, өндірісті басқаруға кіреді, мемлекетті басқаруға кірген жерде тілі кіреді. Мына осы идея маған осы жақында ғана нетіп жүрмін. Бір ұсыныстар болған осында, біз қазақ тілін енгізуді авиакосмостан бастауымыз керек деп. Оған біз дайын емеспіз. Ал жаңағы мінекей мына моноқалалардағы кәсіпорындарды солардан бастасақ, онда біртіндеп біз осы жұмыстар іске асырыла бастар еді. Демек, қазақ тілі қазақтың өзімен бірге дамиды деген сөз ғой, ә? Біз оны бөлек қарап жүрміз, шын айтқанда. Жоқ. Тілді бөлек қарап жүрміз. Бөлек емес. Бар нәрсе бірімен бірі байланысты. Бұл философияда бірімен бірі байланыссыз еш нәрсе болмайды. Мысалы, кейде мен студенттерге несіне сұрақ қоямыз, мысалы, осы қазақ деген ұғым менен банан деген ұғымның арасында қандай байланыс бар деп.
Содан ары қарай теріп ары қарай шұқи бергенде екі араға байланысты шығарып алуға Мгм. көруге болады. Сондықтан мына менің кітабымда көп нәрселер сырттай қарағанда мен бір басқа нәрселерді айтып жатқан сияқтымын жаңағындай Иә. ал түптеп келгенде идея тілдің вот функционалдық классификациясы тілді функциясын атқару соның ішінде мына өндіріс саласындағы функциясын атқаруға дайындау мәселесі сол жерде осылай қозғалып мен сондай ойларды осы жерде солай келтіріп отырмын. Сіздің мына қазақтың рухы мен тілін индустриалды қоғамға өткізу керек деген ұсыныс айтқаныңызға біраз болды, Иә, сол иә? Осы әңгіме ғой айтып отырғаныңыз сонда. иә осы әңгімелер ғой айтып отырғанда иә солай. Тіліміз индустриалды қоғамның талаптарына сай болу керек. Біз болсақ аграрлы қоғамның грамматикасымен жүріп келе жатырмыз, ал индустриалды қоғамның нормаланған әдеби тілі жасалған жоқ. Қиындықтың көбі осыдан туындауда деген пікіріңіз бар, иә. Соныменен қысқаша бір екі ауыз сөзбенен мына тілдің тарихына көз салайық. Содан біз нені көріп отырамыз? Біз тіл тарихында бірнеше осындай керемет тосқауылдардың қойылғандығын көріп отырмыз. Сол тосқауылдардың ішіндегі ең үлкен тосқауылдың бастамасы ол мына қазақ халқының, біздің халқымыздың жалпы индустрияға араласа алмауы. Демек, индустриялы қоғамның тілі болу үшін қазақтың өз алдыменен сол индустрияға кіру керек. Сонда ол тілін алып көру керек. Ол кеңес одағының тұсында 28 жылдан басталған 30 жылдары жүргізілген индустрияға қазақ жұмысшылары қатысты, бірақ тіл қатысқан жоқ. Енді ары қарай кеңес одағының екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде мінекей кеңес одағының соның ішінде коммунистік биліктің тарапынан қазақ тіліне керемет тосқауыл қойылды. Ол мына 22-ші съезд деген болған, біздің мына егде ұрпақ оның барлығы түгелде есінде. Сол кезде мына 22-ші съезде 61-ші жылы коммунизм құрушылардың съезінде онда адамдардың жаңа қауымдастығы кеңес халқы қалыптасты деген тезис қабылданған, және тілдердің барлығы жойылады, ұлттар қосылып кетеді. Ал қазақ тіліне қатысты алып қарағанда бұл орыс тілінен басқа тілдердің перспективасы жоқ деп, осыған көптеген тосқауылдар қойылған. Хрущевтің бастамалары ғой. Ол тосқауылдар. Ал енді бір өкініштісі, сол тосқауылдарды біздің кеңес қазақ филологтары жасады, соған қатысты өз қолдарыменен осы қазақ тілінің перспективасына жібермейтіндей монографияларын бастырып, диссертацияларын оқыды. Ал енді одан да өкініштісі, бұл енді бұдан бұрын ешкім айтпай жүрген тақырып, кеңес кезіндегі коммунистік партияның тілдерді жою саясатын жүргізген өзімізден шыққан кеңес қазақ ғалымдарының еңбектерін қазіргі филологтар тәуелсіздіктен кейін біз оларды ары қарай сол идеяларды жалғастырамыз дейді. Тұтар қылып отырмыз ғой. Демек, ел тәуелсіздік алғаннан кейін деді, сол кеңес кезіндегі тілдерді жою саясатын соны жасаған адамдар, одан кейін түгелдей осы кеңес одағы 91 жылдан кейін қаншама адам осы жерде жүр, ол үйге кетіп қалғандары бар. Ал осы идея ары қарай жалғасып келе жатыр. Енді мынаны қараңыз мінекей. Сол кезде қандай не болып еді? Сөздіктер орыс тілін үйренуді оңайлататын, қазақ тілін үйренуді қиындататын әдістемелермен жасалған. Аббревиатурларды тек орыс тіліндегі нұсқадан алу қойылған болатын. Терминдерді аударуға рұқсат етілген жоқ, мысалы КПСС деп айтуым керек, сол КП деп айтуға болмайды деген сияқты.
ғылым академиясында қазақ тілінің сөздік қорын жинауға тыйым салынды. М, Аса қазақтар қоныстанған аудандардың өздерінде қазақ тілінде іс жүргізілмейді, орыс тілінде жүргізіледі дегенде. Содан кейін мынау қазақ тілінде шыға бастаған ғылыми журнал, қазақ тілі менен әдебиеті ғылыми әдістемелік журналды бірден жауып тастау. Ең мгм, бастысы сол кезде тілдің дамуы стихиялы ағысқа жіберілді. м, Мінекей осылардан кейін келіп ары қарай мына 60-шы жылдан кейін 90-шы жылдардың арасында тілдің ары қарай перспективалық дамуы толығыменен осындай тұйыққа тірелді. енді айналдырып келгенде не болды? Айналдырып келгенде лауазымды адамдар қазіргіше міне алдына дайындап берген мәтінді ежіктеп оқудан ары қарай асқан жоқ. Иә. Құжаттың барлығы орыс тілінде дайындалып, қазақ тіліне тек қана әйтеуір тұспалдап аударылып берілетін болып отырды. Мгм, Сөз қолданыстағы аномалиялық құбылыстар жойылмады, оқулықтар оңалмады. Тіпті соңғы жылдары шыққан оқулықтардың өзінен мен әнеугүні тағы да бір кейбіреулерін қарап шықтым. мгм, Ғылыми терминдер, филологияның терминдерінің өзі қате жазылып тұр соның ішінде. мгм, Сөздіктер қатеге толып тұр. мгм, Көркем өнерде тығырықтан шыға алмады. Ең бастысы халық бұқарасы тілді үйрену қажеттігін әлі сезінген жоқ. мгм, мгм, Мінекей осы жағдайлар айналдырып келгенде кеңес қазақ филологтарының өздері ана тілін айналыстан ығыстырып тастау деген ойлар мен идеяларға толы зерттеулерін жүргізе берді. Олардың еңбектерінің мазмұны менен идеялық бағдарлары компартияның тілдерді жою саясатына құптарлық, ал Қазақстанның тілін, қазақ тілін перспективалы дамуға ешқандай оның ықпалы тимейтіндей, ол жағынан дәрменсіз болды. Кеңес қазақ филологтарының еңбектерінде мынау ана тілінің дамуына пайдасы тиетін рационал мәні бар тұжырымдар болған жоқ, және болуы мүмкін де емес болатын. Енді ары қарай ең тағы да бір айта кететін болғанда тіпті ақылға сыймайтын нәрсе, мына біздің қазіргі филологтарымыз не дейді? Олар осы жаңағы компартияның билігі тұсында жүргізілген тілдерді жою саясатының, соның ішінде қазақтың перспективасын болдырмайтын бағыттарды бұл кісілер қайтеміз дейді, енді қорғаймыз, біз оларды ары қарай жалғастырамыз. Мінекей, міне бұл қазақ тілінде масқара деген сөз бар, мысалы өзге тілден келген нонсенс деген сөз бар, абсурд деген сөз бар. Осылардың ешқайсысымен жеткізе алмайтын мынау барып тұрған бір құбылыс. Түсіндіру өте қиын құбылыс. Мына ойлап қараңыз, мектептің оқулығы не деп жазады? Кеңес қазақ зерттеушілері лингвистикада ойып тұрып орын алған қолтаңбасы бар іргелі ғалымдар олардың ғылыми еңбегін жоққа шығару ғылыми этикаға жатпайды дейді. Қараңыз. Демек, кеңестің, компартияның тілдерді жою саясатын жүргізген ғалымдардың еңбектерін оларды біз жоққа шығармаймыз, оны жоққа шығару мына ғылыми этикаға жатпайды дейді. Ал мына екінші бір ғалымымыз бұл кісі не деп отыр? Бұл кісі дейді отыр. Мына тіл қолданушылардың кейбіреулер ана тілін білмейтін жағдайды дейді. Ол біздің филологияның зерттейтін мәселесі емес дейді. Демек, қазақ тілін бұқара меңгере алмауы, шенеуніктердің қазақ тілінде ақпарат бере алмауы, оны филологтар зерттеудің мәселе емес екен, ол бір бөлек мәселе екен. Сөзді айтады. Әлеуметтік лингвистика солаймен жоққа шығарып отыр. Ары қарай тағы бір екі нені тыңдап көріңіз. Мынаны қараңыз, мінекей. Мынау тіл қазына деген ғылыми орталық бар ғой. Орталықтың басшысы болған мына өзіңізге бүкіл елге танымал жазушы Әлібек Асқаров. Содан кейін сол кісінің қарамағында бөлім бастығы болып істеген педагогиканың ғылымның
кандидаты. Бұл кісілер де не деп айтады мінекей, қазақ тіл білімі дамуының жолында еңбек еткен тіл мамандарының атына дақ түсіріп, болашақ ұрпақ алдында еңбектерін жоққа шығармаймыз дейді. Мына кеңес тұсындағы ғалымдардың еңбектерін енді мынаны қараңыз. Енді мынау көпке таралған, елдің бәрі білетін кеңес кезіндегі мүйізі қарағайдай деп аталатын тұлғаларымыздың бірі қазақ тілін қайтейін деп едіңдер, мені орыс тілінің тағдыры толғандырады деген болатын. Ісмет Кеңесбаев деген академигіміз. Бұл қай жерде айтып жүр оны? Ал енді мына неге көңіл аударыңыз. Иә. Байтұрсынов атындағы тіл білімі ғылыми зерттеу институтының директоры, содан кейін сол мекемеде істейтін сол кісінің орынбасары мінекей екеуі бірге жазып отырған өзінің сараптамасында бұл кісілерде не деп айтады? Кеңес дәуіріндегі лингвист ғалымдардың зерттеулерін жоққа шығаруға ешкімнің құқығы жоқ дейді. Мінекей қазіргі жағдай, қазіргі қазақ тілінің мүшкіл халы осынша деңгейге түсуі, төмен деңгейге, біздің халқымыздың соншалықты жан жүрегіменен осыған қиналып жазып жатуы, мінекей қанша жарты ғасырдай бері осының барлығы айналдырып келгенде тіл білімдері мамандарының біздің қазіргі заманауи филологтарымыздың осы мәселені ары қарай жібермей, өздерінің осы деңгейін сол қалпында осындай ұстап отыруы жағдайына келіп тіреліп отырмыз. Мінекей барлық айтып келгенде осындай жағдайда тіпті осыларды айтуға кейде тіл жетпейді. Тіпті осындай адамның өзі бұл эмоционалдық сондай күйге түсіреді. Мінекей біздің неміз осындай болып отыр. Индустриялық қоғамның шынайылығына бейімделмеген, әдеби нормаға түсірілмеген, стилистикалық талаптарға сай қолданылмаған тілді ешкім ешқашан меңгере алмайды. Бұдан шығатын менің қорытынды түйінім осы. Соныменен қазақ тілді филология ғасырлық адасуды бастан кешіріп отыр. Бұл менің осылай шығарған қорытындым. Ал енді қазақ тілін дүние жүзінің алдыңғы қатар лингвистикалары қорытып шығарған, тарихи ақталған әмбебап теориялары менен практикасына сүйене отырып, мемлекеттік мәртебесіне лайық индустриялық қоғамның нормаланған әдеби тілі ретінде дамыту керек. Осы мәселе іске асырылмаса, онда бізде ұлттың тұтастай рухани дамуы жүзеге асырылмайды. Мінекей әзірше бүгінгі менің айтайын дегендерім осы. Сіздің қойған сұрақтарыңыздың төңірегінде әрине бәрін айтып тастаған жоқпыз. Иә. Бәрі бірден айтып тасталмайды. Осы бағанадан бері біздің айтып жатқандарымыздың енді жеке-жеке алып қарасақ, осының әрқайсысы бірнеше томдарға, монографияларға, диссертацияларға азық болатын дүниелер. Сондықтан осыны терең ары қарай түсіну үшін біз осы мәселелерді біртіндеп енді детальды қайшағына дейін шығарып отырып, осы мәселелерді біз қарастырып талдауымыз керек. Дұрыс. Негізгі концептуалдық іргелі ойлар айтылды деп есептеймін. Мен де ойлап жүредім, осы біздің тіл қайда бара жатыр, неге бұл іске асыру? Мен емес, жалпы халық бас қатырып жатыр. Әрбірден соң қазақ тілі ең күрделі тіл дегенді шығарып жүр қазір. Өйткені ол жаңағы даму жолына түспегеннен кейін, тұйыққа тірелгеннен кейін осындай әңгімелер айтыла бастап отыр.
Сондықтан әрине сіздің ойыңызды басқалардың да ойларын осындай тоқайластырып, керек болса тартысып, айтысып, шынайылыққа жетуіміз керек, шындыққа жетуіміз керек. Сіздің жаңағы кеңестік дәуірдегі жасақталған лингвистикалық, филологиялық ресурстарды қайта қарау керек деген мәселеңіз бұл күн тәртібінде тек қана тіл емес, ол жалпы біздің қазіргі тарихымыз болсын, өміріміз болсын, бәріне кешегі 30 жылдың өзін қайта қарап жатырмыз қазір. Сондықтан ол міндетті түрде қайта қарауға лайықты, сол мәселе күн тәртібіне қойылу керек. Сондықтан осы ойды, тұжырымды одан әрі қарай дамытатын, болмаса қайшы айтатын азаматтар болатын болса, әрине оны шақырамыз, алаңға шақырамыз, пікірді ортаға салуымыз керек, біз оянуымыз керек, біз сараптай білуіміз керек, талдауымыз керек, қай жерде дұрыс, қай жерде бұрыс екенін ашуымыз керек, көзімізді аша қарауымыз керек барлығына. Сізге көптен көп рахмет айтқым келіп отыр. Қысқа да нұсқа, бірақ та үлкен мәселенің беті ашылды деп ойлаймын. Біз көзімізді жұмып, баяғы төрге отырған азаматтар төрде қала берсін, бірақ та біз қазіргі өмірімізге лайықты өзіміздің даму жолымызды табуымыз керек. Сондықтан кімнің кім екенін де тануымыз керек. Оған да яғни шек келтіруге, шәк келтіруге болмайды деп ойлаймын мен де. Сізге көптен көп рахмет. Өздеріңізге де рахмет. Осындай әңгімені бастап көпшілікке Иә, жеткізуге мүмкіндік қарастырып иә, отырғаныңызға осындай талқылауларды, келелі әңгімелерді ары қарай жалғастыра берейік. дұрыс, дұрыс. Бетіне қарай, иә. Аман болыңыз, сау болыңыз, туындыгерлігіңіз дами берсін, қызығын көріңіз. Қазақ халқы сіздің ойыңызды, туындыларыңызды, ғылыми тұжырымдарыңыздың қызығын көретін болсын. Жақсылыққа бәріміз бірге жетейік аға. Жақсы, өзіңізге болсын. Рахмет. Бәрі жақсы болады. Әумин. Пока.